Ресми түрде таяу шығысқа жасалынған 8 крест жорығы болды, бірақ шын мәнінде олардың саны әлде қайда көп. Бір қызығы, крестшілер жорығы тек басқа дін өкілдеріне қарсы емес, мысалға 11-13 ғасырлар аралығында крест жорықтардың мақсаты христиандық Испания мен Балтық жағалауы болды. Ал 1204 жылы ұзақ жылғы қоршаудан кейін Константинополь қаласы жаулап алынып, талан-таражға салынды. Шіркеу шығысқа жорықты ұйымдастырушы болды. Ислам әлеміне қарсы жорыққа аттануды Рим папасы 2-ші Урбан бастады. Ол 1095 жылы Францияның Клермон қаласында шіркеу жиынында мыңдаған дінбасылар мен халықтың алдында сөз сөйледі. Халықты Византияның түрік салжұқтарына қарсы күресіне көмектесуге, Иса пайғамбардың табыты жатқан Иерусалим қаласын мұсылмандардан азат етуге шақырды. Папа бұл жорыққа қатысқандардың барлық күнәсі кешіріледі, шайқаста қаза тапқандар о дүниеде жұмаққа барып, рахатқа бөленеді деп жариялады. Папа киелі жердің байлығы мен құнарлығы туралы да еске салды. 2-ші Урбанның сөзі жиынға қатысушыларға ерекше әсер етті. Олар тізерлеп отырып, Құдай табытын азат ету үшін өмірлерін аямайтыны туралы ант берді. Құдай осыны қалайды деп айқайлап жүріп, сол жерде маталардан крест қиып алып, оны киімдеріне тіге бастады. Бұл христиан жауларына қарсы жорыққа аттанушының белгісі болды. Кедейлердің шығысқа жорығы шіркеу крест жорықшыларына көптеген жеңілдік жасады. Олар қарыздарын төлеуден босатылды. Олардың дүние мүліктері мен отбасыларын шіркеу өз қамқорлығына алды. Папаның шығыс елдерінің шұрайлы жері туралы, онда кедейлердің тез байып кететіні туралы үндеуі кедейлер арасында рахат өмірге бөлену үмітін қоздырды. Осындай уағыздың нәтижесінде 1096 жылдың көктемінде Франция мен Германияның ондаған мың кедей шаруалары крест жорығына аттанды. Аз жалаңаш кедейлер жолдарындағы венгрлердің, болгарлар мен гректердің жерлерінен өтіп бара жатып, жергілікті халықтардың азық-түлік, мал-мүліктерін тартып алды. Тонаушылыққа ұшыратты, қарсыласқандарын өлтіріп, зомбылық жасады. 1096 жылы қазан айында түріктердің әскері Кіші Азия жеріне басып кірген крестшілерді толық дерлік қырып жіберді. Діни ерлік жасап, байлыққа батуда аңсаған батыстың кедей шаруалары мен рыцарлары осылай сәтсіздікке ұшырады. Осы бірінші крест жорығы кезінде батыс Еуропа елдерінің феодалдары бастаған жақсы қаруланған әскері шығыста қырылып жатқан кедейлерге көмекке аттанды. Ақыры 1099 жылы крестшілер әскері Иерусалим қаласын басып алып, қала тұрғындары еврейлер мен мұсылмандарды қырып салды. Иерусалим қаласын жаулап алғаннан кейін крестшілердің бір бөлігі Еуропаға қайтты, ал қалған бөлігі Палестина жерінде 4 мемлекет құрды. Олар Эдесса графтығы, Антиохия князьдігі, Триполи графтығы және Иерусалим корольдігі. Алдағы 200 жыл бойы бұл мемлекеттер өздерін қоршаған мұсылман мемлекеттеріне қарсы күреске арнады, бірақ қорғаушылар саны тым аз еді. 1147 жылы Эдесса графтығы тізе бүкті, және 2-ші крест жорығының мақсаты сол мемлекетті қайта қалпына келтіру болды. Бірақ жол бойында жоспарлары өзгерген крестшілер бай Дамаск қаласын жаулауды шешті. Бірақ бұл істен еш нәрсе шықпай, жорық сәтсіз аяқталды. Ал 12-ші ғасырдың аяғында крестшілерде қауіпті жаңа жау пайда болды. Ол араздасқан мұсылман әмірлерін біріктіріп, крестшілерге қарсы сәтті соғыс жүргізген Египет пен Сирия әмірі Салахаддин еді. Ол 1187 жылы Иерусалим мен Акра қалаларын жаулап алып, мұсылмандарға қайтарды. 1189 жылы 3-ші крест жорығы басталды. Акра қаласын қайтару үшін басталған жорықты әйгілі ағылшын королі Ричард Арыстан жүрек бастады. Осы жолы жорық сәтті аяқталып,
Акра христиандар қолына көшті. Оның себебі бұрынғы жорықтармен салыстырғанда үшінші крест жорығын тәжірибелі рыцарлардан құралған әскер жүргізді. Бірақ сонда да Ричард әскері үшінші крест жорығының басты мақсаты Иерусалим қаласын қайтара алмады. Төртінші крест жорығының ерекшелігі ол мұсылмандарға қарсы емес, христиан дінінің православие бағытын ұстанатын Византияға қарсы болды. Алғашында крестшілер Иерусалимді емес, Египетті жаулағысы келді. Бірақ Египетке жету үшін флот қажет еді. Крестшілерді тасымалдауға саудагерліктермен әйгілі венециандықтар келісім берді. Флот үшін Венецияға төлейтін қаржылары болмағандықтан, оның орнына крестшілер Венецияның сауда ісіндегі бәсекелесі христиандық Зара қаласын жаулап қиратты. Осы кезде Византия астанасы Константинопольде сарай төңкерісі болып, тақтан түскен император Исаак II ангел крестшілерден көмек сұрайды. Крестшілер келісім беріп 1204 жылы қала қамалын шабуылдап, қаланы тонайды. Тағы бір ерекше жорық балалардың крест жорығы. Ол 1212 жылы басталды. Аңызға сәйкес, Францияның Клуа жерінде тұратын Стефан атты балаға Иса келіп, қарусыз Иерусалимді босату үшін тек балалар ғана қатыса алатын крест жорығын басқаруды тапсырды. Стефан өз уағыздарын белсенді жүргізгені соншалық, балалар үйлерінен қашып, жорыққа қосылып жатты. Нәтижесінде 30 000 жас бала кемемен Иерусалим жеріне жету үшін Марсельге аттанды. Жорық басынан ақ сәтсіз басталды. Балалар Альпі тауынан өткенде көп қиындықтар көрді. Ал Альпіден аман-есен өткендерді Италияда жергілікті халық құшақ жая қарсы алмады. Итальяндықтарды түсінуге болады, себебі бұрын крестшілер Италия жермен өткенде үнемі оларды тонап кететін. Марсельде екі көпес балаларға Иерусалимге жету үшін 7 кеме беруге келісті, бірақ балалар қасиетті жерге жетпеді. Тек 18 жылдан кейін балалардың Алжир жерінде түгелдей дерлік құл базарында сатылып кеткендігі жайлы белгілі болды.